Бүгінгі сабақта көп мүшені көбейткіштерге жүктеудің әртүрлі тәсілдерін қолданамыз. Осы уақытқа дейін біз көп мүшені көбейткіштерге жүктеудің ортақ көбейткішті жақша сыртына шығару әдісін, топтау тәсілін және қысқаша көбейту формулаларын қолданып жүктегенбіз. Көп мүшені көбейткіштерге жүктедік. Енді кейбір жағдайларда осы әдістердің барлығын қолдануға тура келеді. Яғни бірнеше мысалдар қарастырайық. Мына жерде m квадрат минус 7mn плюс 12n квадрат көп мүшелігін көбейткіштерге жүктеңдер деген тапсырма беріліп тұр. Көбейткіштерге жүктеу үшін біз білетін тәсілдерді бірден қолдана алмаймыз. Бірақ біз білеміз 7mn өрнегін 3mn және 4mn өрнектерінің қосындысы арқылы ажыратып жазуымызға болады. Сонда бұл жазуды былай жазсақ болады: m квадрат минус 3mn минус 4mn плюс 12n квадрат. Енді біз бұрыннан білетін топтау тәсілін пайдаланамыз. Яғни алғашқы екеуін бір топтаймыз, одан кейінгі екеуін бір топтаймыз. Алғашқы екеуінен m-ді жақшаның сыртына шығарайық. Сонда m минус 3n қалады. Минус кейінгі топтан 4n-ді шығарайық жақша сыртына. 4n жақша сыртына минус шыққандықтан жақша ішінде қалатын өрнектердің таңбалары өзгереді. 4n шықса жақша ішінде m, таңба минус 12-ні 4-ке бөлеміз 3n шығады. Міне, енді қарасақ, жақшаның ішінде тұрған өрнектер бірдей, оларды ортақ көбейткіш ретінде қарастырамыз. Жақша сыртына шығарамыз m минус 3n-ді. Онда жақша сыртына шыққанда бірінші өрнектен m қалады, минус екінші өрнектен 4m болады. Міне, яғни көп мүшені көбейткішке жүктедік. Бұл мына жағдайда, бастапқы жағдайда m квадрат болған, қазір a куб. Осы әдісті басқа дәрежелер болған жағдайда да қолдануға болады. Яғни дәл жаңағыдай 3a-ны, яғни біреуі 2 мен біреуі a кубпен топталғанда ортақ көбейткіш болатындай етіп жазамыз. Сонда 2 ендеше мен 3a-ны минус a минус 2a деп жазуыма болады. Сонымен a куб минус a минус 2a плюс 2. Енді бұл жазуда алғашқы екеуін бір топтаймыз, соңғы екеуін бір топтап аламыз. Алғашқы екі топтан a-ны жақша сыртына шығарсақ, жақша ішінде a квадрат минус 1 қалады. Минус екінші өрнектен 2-ні шығарсақ, минус шыққан кезде жақшаның ішіндегі таңба өзгереді. a минус 1 қалады. Енді бұл жерде жақша сыртына шығаратындай ортақ көбейткіш көріп тұрғанымыз жоқ. Бірақ a квадрат минус 1 екі өрнектің квадраттарының айырмасы. Оны осы өрнектердің айырмасы мен олардың қосындысының көбейтіндісі түрінде жазуға болатынын біз алдыңғы сабақтан білеміз. Яғни мен былай жазсам болады: a квадрат минус 1-ді a минус 1 a плюс 1 деп жазуыма болады. Минус екінші өрнектің өзін жазып қоямын. Енді бұл өрнектерде ортақ көбейткіш a минус 1 өрнегі пайда болды. Ортақ көбейткіш ретінде a минус 1 көп мүшелігін жақша сыртына шығарамын. Сонда бірінші өрнектен жақшаның ішіне a көбейтілген a плюс 1 өрнегі қалады. Бір мүшені көп мүшеге көбейту ережесі бойынша жақшаны ашып жазамын. Сонда a квадрат плюс 1-ді a-ға көбейтсем a болады, минус 2. Мен мынандай өрнек шықты. Енді қарап көрейін. a-ның өзін тағы да жүктеуге бола ма? Берілген көп мүшелікті көбейткіштерге жүктейік. Қалай ойлайсыңдар? Қай әдісті қолданған тиімді? Назар аударыңдар. Бұл жерде ортақ көбейткіш жоқ, топтағанға тиімсіз, қысқаша көбейту формуласы қолдана алмаймыз. Яғни басқаша әдісті қолданамыз. Яғни жаңағы соңғы мысалдардағыдай ажыратайық. Қалай ажыратам? Біз мына жерден 11 деген санды көріп тұрмыз. 11 санын 5 пен 6-ның көбейтіндісі түрінде жазуға болады. Неге мен 5 пен 6-ны таңдап тұрмын? X квадраттың коэффициентінде 6 тұр. Яғни 6 деген сан жаңағы ортақ көбейткіштің біреуінде болу керек. Енді бізде 5 деген жаңа сан пайда болды. Оны қалай топтастырсам болады? Соңғы 6 санын 5 пен 1-дің қосындысы түрінде жазуға болады. Яғни мен өзімнің ойымды жазайын. X куб
6x квадрат 11x'ті 6x қосу x деп 5x деп жазсам болады. 6x қосу 5x. 6x-ға 5x қоссам 11x. Енді 5x деген жаңа өрнек пайда болды. Олай болса 6-ны 5 қосу 1 деп жазсам болады. Енді не пайда болды? Тағы да ортақ көбейткіш жоқ. Топтауға келем екен. 6x квадрат плюс 6x-ті топтауға болады. Бұл жерде 6x жақша сыртына шығады. Мына жерде 5-ті топтауға болады. Ал ең бірінші x куб плюс 1-ді топтаймыз. Себебі 1, ол 1-дің 3 дәрежесі. Осы жерде x куб плюс 1-дің кубы. Екі өрнектің кубтарының қосындысы пайда болайын деп тұр. X куб плюс 1-ді 1 топтаймыз. 6 коэффициенті деген өрнектерді 1 топтаймыз. Ал 5 деген коэффициенті бар өрнектерді 1 топтап алайық. Яғни, мынандай өрнек шықты. А куб плюс Б кубтың формуласы бойынша x плюс 1 бірінші жақшада, x квадрат минус x плюс 1 екінші жақшада бұл формула бойынша жүктеледі. Енді екінші өрнектен 6x-ті жақша сыртына шығарайық. Сонда x плюс 1, 5-ті жақша сыртына шығарсам, x плюс 1. Яғни, барлық қосылғыштарда x плюс 1, x плюс 1 және x плюс 1 деген ортақ көбейткіш пайда болды. Сол пайда болған ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарам. Онда бірінші өрнектен жақша ішінде x квадрат минус x плюс 1 қалады. Екінші өрнектен жақша ішінде плюс 6x қалады. Үшінші өрнектен жақша ішінде 5 қалады. Енді екінші жақшаның ішіндегі ұқсас мүшелерді біріктіріп алайық. X квадрат минус x плюс 6x плюс 5x болады. Плюс 1 екеуі 6-ны береді. Енді біз білеміз, 5x плюс 6-ны 3x плюс 2x деп жазылмасқа болады, көбейткішке жүктеледі. Яғни мен бұны ары қарай жалғастырсам болады. Яғни біз бағана басында айтып кеттік, бір ғана көбейткішке жүктеуге бірнеше әдісті бірден қолданамыз. Яғни мен жерге жазам x квадрат плюс 2x плюс 3x плюс 6 деп. Енді оны біз тез орындасақ болады. X плюс 1. Мына екеуінен, мына екеуін және мына екеуін топтайық деп тұрмыз. X-ін жақша сыртына шығарып жіберсем, x қосу 2 қалады. Қосу, 3-ін жақша сыртына шығарсам, x қосу 2 қалады. Міне, осыдан x қосу 2-ні жақша сыртына шығарсам, келесі жақшада x қосу 3 қалады. Ал бағанағы өзіміздің x плюс 1-іміз бар. Сонда x қосу 2, келесі жақшада x қосу 3 өрнегі қарады. Сонымен берілген көпмүшелікті көбейткіштерге жүктедік. Берілген көпмүшелікті көбейткіштерге жүктейік. Өзіміз білетін әдістердің қайсысына келеді? Байқаймыз, ешқайсысына да келмейтін сияқты. Енді 4x квадрат плюс 12xy қосылған 8y. Біз алғашқы екі көпмүшелікті қалдырып, осыған қосымша мүшелер енгізейік. Мысалы, қарап отырсаңдар, мына жерде 4x квадрат ол 2x-тің квадраты. Ал 12xy дегенді былай жазсам болады. 2 формулада. Мына жерде 4x тұрғандықтан 2x десем, 4, онда мына жерде 3y пайда болады. Міне, 2 еселенген a, b. Себебі мынау 4x деген ол 2x-тің квадраты. Міне, енді қараймыз, назар аударамыз. 4x квадрат ол 2x-тің квадраты. 2 формуладағы 2. Бізде 2x болса, онда a-ның орнында да 2x тұру керек. 2-ні 2x-ке көбейтсем 4x болады. Егер 12-ні 4-ке бөлсек 3 болады, сонда 3y ол b-ның орнына кетеді. Сонда біз 3y-ті квадраттасақ 9y болады, 9y-ті осы өрнекке қосып азайтып жібереміз. Сонда мынандай жазуға болады. 4x квадрат плюс 12xy плюс 3y-тің квадраты 9y. Яғни өзіміз қосып жаздық, ендеше қайттан шегеріп тастаймыз. 9y-тің квадратын. Енді плюс 8y квадратын өзін жазып қоямыз. Міне, бұны не үшін жаздық?
Бұны жазғандағы себебіміз мына өрнек бізге толық квадратты береді. Толық квадрат 2х плюс 3y-тің квадраты болады. Ал минус 9х y квадрат пен 8y квадрат бізге минус y квадратты береді. Міне, назар аударсақ, а квадрат минус б квадрат квадраттардың айырмасының формуласын қолдануға болады. Яғни аның орнында 3х плюс y тұрғандық, 2х плюс 3y тұрғандықтан 2х плюс 3y-тің өзін жазамыз, минус y бірінші жақшада, екінші жақшада 2х плюс 3y плюс y екінші жақшада болады. Енді ұқсас мүшелерін біріктіріп жіберейік. Сонда 2х плюс 2y екінші жақшада 2х плюс 4y болады. Енді бұның өзінен бірінші жақшадан 2-ні жақша сыртына шығарсақ, екінші жақшадан да 2-ні жақша сыртына шығарсақ, жақша сыртында 4 жазылады. 2 шығып кеткенде x қосылған y, 2 шығып кеткенде x қосылған 2y деп жазып көрсетуге болады. Енді мына көрсетілген көпмүшелікті көбейткіштерге жіктеу керек. Ал енді қарасақ кішкене қиындық туғызатын сияқты. Бұл көпмүшелікті көбейткіштерге қалай жіктейміз? Осындай жақшаны ашсақ, бізге 4-ші дәрежелі үлкен өрнек шығады. Оны бірден көбейткішке жіктеу қиындау болады. Сондықтан бұндай көпмүшеліктерді көбейткішке жіктегенде жаңа айнымалы енгізу әдісін қолданамыз. Жаңа айнымалыны қалай енгіземіз? Назар аударып қарасақ, бірінші жақшада x квадрат плюс x плюс 1 тұр. Ал екінші жақшада x квадрат плюс x плюс 2 тұр. Яғни мына жердегі плюс 2-ні 1 қосу 1 деп жазуға болады. Яғни x квадрат плюс x плюс 1 бірінші жақшада да, екінші жақшада да бар. Сол бірдей өрнекті x квадрат плюс x плюс 1-ді қандай да бір a әріпімен белгілеп қояйық. Сонда бірінші жақшадағы өрнектің орнында a, екінші жақшада a қосу 1 болады. Минус 12. Міне. Енді кәдімгідей жақшаны ашып алайық. a квадрат плюс a минус 12. Енді бұны көбейткішке жіктеуді біз білеміз. a квадратпен және 12-мен топтағанда ортақ көбейткіш болатындай етіп, екі қосылғыштарға жіктеп жібереміз. Енді осыны a квадрат қалай жіктесек? Плюс 4a минус 3a деп жазып көрсек. Плюс 4a минус 3a. Яғни плюс 4a минус 3a бізге a-ны береді, минус 12. Алғашқы екеуін топтаймыз, соңғы екеуін топтаймыз. Алғашқы екеуінен a-ны жақшаның сыртына шығарсам, a плюс 4 қалады. Соңғы екеуінен минус 3-ті жақша сыртына шығарсам, a плюс 4 қалады. a плюс 4 ортақ көбейткіш ретінде жазылады. a плюс 4 ортақ көбейткіш. Олай болса, a минус 3 екінші жақшаның ішіндегі өрнек болады. Міне, көбейткішке жіктедік. Енді біз ұмытып қалмай, бағанағы айнымалыны қайтып орнына қоямыз. a-ның орнына өзінің мәнін қояйық. Сонда x квадрат плюс x плюс 1. a-ның орнына қойдық, қосу 4. Екінші жақшадағы a-ның орнына да өзінің мәнін қоямыз. x квадрат плюс x плюс 1. a-ның орнына қойдық, минус 3-тің өзін жазамыз. Енді әрбір жақшаның ұқсас мүшелерін біріктіріп алайық. Бірінші жақшада x квадрат плюс x плюс 5 шығады. Ал екінші жақшада x квадрат плюс x минус 2 шығады. Көп мүшені көбейткіштерге оп-оңай жіктедік. Енді оны ары қарай көбейткіштерге жіктеуге бола ма? Бірінші көп мүшеліктің көбейткішке жіктелінбейтіні көрініп тұр. Ал екінші көп мүшелікті көбейткіштерге жіктейік. x квадрат плюс x плюс 5. Екінші көп мүшелікті біз өзіміз білетіндей x-ті екі бір мүшеліктердің қосындысы түрінде жазып аламыз. Яғни қосу x болу үшін біреуі 2, біреуі 1-мен жіктелу керек. Сонда x квадрат плюс 2x минус x деп жазсақ. Плюс 2x минус 2x ұқсас мүшелері біріктірілсе, плюс x береді. Енді алғашқы екеуін
соңғы екеуін топтайық әдеттегідей. Сонда x квадрат плюс x плюс 5-тің өзін жазып аламыз да. Бірінші топтан x-ті жақша сыртына шығарамыз. Онда x плюс 2 қалады. Екінші топтан минусты шығарамыз. x плюс 2. Енді іштегі жақшадан бірінші x квадрат плюс x плюс 5-ті жазып алсақ, x плюс 2 ортақ көбейткіш ретінде жақша сыртына шығады. Ал x минус 1 жақша ішінде қалатын өрнек болады.